Ұрпағын мақтануға болса лайық, біз бүгіні мақтанайық, шаттанайық. Макаренко мектебін 1985 жыл бітіргені, бүгін мектеп бітіргеніне 40 жыл толған түлектерді ортамызға қол соғып қарсы алайық. Түлектеріміз келе жатыр. Бүгін бізде думан бар, қой жылында туғандар, 40 жылдық мерейтой. Тойлаңдар да тойлаңдар, алып жетіп қайдасың, ортаға шық ойнасың. 40 жылдық мерейтой, тойлансыңдар, тойлансың. Сағынышпен сүйреген, бірін-бірі сүйреген, топты жарып бименен, жерге аяққа тиреген, ортаға шық бименен, ортаға шық бименен. Сағынышпен сүйреген, бірін-бірі сүйреген, топты жарып бименен, жерге аяққа тиреген, ортаға шық бименен, ортаға шық бименен. Жас түлектер, тақырмате баршаңызды бүгінгі 40 жылдық мерекелік кездесу кешіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді орындарыңызға жайғасып алсаңыздар, бүгінгі мерекелік кешті бастаймыз ағайынды. Баршаңызға қош келіпсіздер дейміз. Қадамдарыңызға гүл гүлсін, қадамдарыңызға нұр жаусын, ұстаздарымыз аман болсын, келіңіздер. Мына ұстаздарымызды төрге, өзіміз ортада
біргелікте ақ дастархан басына жайғасып алсаңыздар. 40 жылдық кездесу келді достар. Өткен күннің тарихын қолға алып, 40 жылдық есігін айқара ашты, мектептегі күндерді еске салып. Жас түлек боп ұштық біз қанат қағып, жаңа өмірдің есігін біздер ашып. 40 жылдан соң кездесіп сыныптастар Алтыния мектепке бірге барып демекші. Бүгін 40 жылдықта бас қосып отқан түлектер мереке құтты болсын деп бір қошемет соғып қойыңыздар. Тағы бір мәрте бүгін 40 жылдықта бас қосып отырғаны класстастар, бала күннен бірге өскені, достар, құрбылар, жақындар, алдына осы шәкірттеріне білім берген, біліммен қоса тәрбие берген ұстаздарымызға, барша түлектерімізге, достарымызға қош келіпсіздер. Бүгінгі ақ дастарханы кереметтей тойғана сіздердің құрметтеріңізге, ал енді баршамыз бірге дастарханға жайғасып, ұстаздарды құрмет етіп ақ дастархан басына шақырғанбыз. Бүгінгі мерекеде бас қосып, әдемі көңілді күйде бүгінгі 40 жылдық бас қосу кездесу кешімізді естен кетпестен әдемет өтіруге баршамызды атсалысуға шақырамыз, құрметті ағайындар. Бүгінгі салтанаттың жиынның үлкен мерекенің иелері, кешегі мектеп шәкірттері, бүгінгі күні түрлі мамандық иелері, ел азаматтары, ел ағалары болған, мектебімізден әр жыл сайын қанат қағып ұшқан, бүгінгі дәстүрлі кездесуге аялу мектебімен қауышуға жүректері алып жүріп келіп отырған мектеп түлектері, құрметті ұстаздар, бүгінгі кешке қош келіпсіздер тағы бір мәрте. Ал енді осындай әдемі 40 жылдық кездесу кешімізді ашып беру үшін не деген көптеген шәкірттерді дайындап шығарған ұлағатты әрі қиын әрі сауапты кәсіп иелері болған ұстаздарымыздың әдемі ақ батасымен, ақ тілектерімен бүгінгі 40 жылдық мерекелік кештің ақ дастарханын ашып беруін сұраймыз. Мархамат ұстаздарымызға қош келіпсіздер. Hoş geldiniz. Hepinizge осы 40 жылдық мерекелер құтты болсын. Өмірлеріңіз ұзақ болсын. Жақсы кететін деп айтып тілектерім бәрі қабыл болсын. Бақытты болыңдар, қатарларыңыз қабыл болыңдар. Немере сүйбарысыңдар, немере сүйбарысыңдар ниспетке. Бұлардың елің суға бақыш. Сендерге нәсіп етсе, бақытты болыңдар, қатарларыңыз алды болыңдар. Амин. Рахмет ұстаздар, аман болыңыздар әрқашанда. Сіздер дайындаған шәкірттер әрқашанда биіктерде көріне берсін. Мен осындай көптеген шәкірттерді дайындайтын ұстаздарымыз әрқашан аман болсын деп ұстаздарға бір қошемет болсын ағайындар. Тағы да осындай тілектеріңізді барлық ұстаздарымыздың бүгін мектеп бітіргеніне 40 жыл толған шәкірттеріне деген әдемі жақсы тілектерімен ақ батасын беретін ұстаздардың тілектерін біргелікте қабылдаймыз. Қош келіпсіздер, ұстаздар, аман жүріңіздер. Сендерге бәрі қайты жақсы тілектейміз. Армандар жөнінде. Amin efendim. Allah Sizleri bugünkü grubumuz programımızda ortak barıştırıyoruz. Yenilerimiz sağ olsun, başkalarının aman olsun, başarılarının yönetini görüp, hem olmasında жақсы күндерде кездеседі. Қошемет болсын. Рахмет ұстаздарымыз аман жүрсін. Ал енді құрметті достар, түлектер, сонау көп жылдар барысында мектепте бас болған
39 жастан орта мектеп коллективін басқарған, мектептің директоры болған Сабарлабамызға міне осындай әрекеттеріңіз беріп Сабарлаба бүгінгі мереке құтты болсын. Ең ұлағатты ұстаз, Жасылбек аға ұстаз деп айтып өмірдегі мына білім жолындағы ұстазым Сабарлабада әдемі Жасылбекке бірге қаламыз. Берекетті болсын. Құрметті шәкірттеріміз бүгін ортамызда болып, үйіміз қуанышқа толы отырмыз. Құтты болсын. Бүгінгі 40 жылдық кездесуден құтты болсын. Әрдайым дендеріңіз сау болсын. Жүздерінен күн қуаныш кетпесін. Бала-шағаларыңызға аман болыңыз, сау болыңыз. Сол 50 жылдық, 67 жылдық кездесулерде осындай күні бойына орталарын толы, дендеріңіз сау болып, келе берулеріне тілектеспін. Біздерді сені осындай құрметтеп отырсыздар, сіздер Құдай сыйласын. Кеудеңіз келмесін. Рахмет. Рахмет, қошемет. Ұстаздар әрқашанда аман болсын деп тілейміз. Мінекей көптеген шәкірттерді дайындап шығарғандарыңыздар осы қылған еңбектеріңізге разы болыңыздар. Ал енді түлектер орнымыздан бір тұрып жіберсек ұстаздарды құрмет етіп, мына бізге білім берген, тәрбие берген көптеген ұстаздың қатарында бұл дүниеден өткендері бар, қалғандары бар. Өткендердің жайлары жәннаттан топырақтан болсын, жәннаттан болсын, топырақтан торға болсын дейміз. Алына қалғандарға ғұмыр берсін. Әрқашан алдымызда аман жүрсін. Тәрбиелеп жатқан ұл қыздарының қызықтарын көріп, немере шөбере шөпшек сүйіп, әрқашан солардың тойларында бас болып жүре берсін. Ұстаздарды құрмет етіп, бәріміз біргелікте ұстазым менің ұстазым деген әнді бірге айтып берейік ұстаздардың құрметіне. Қане кетті. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыз жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жанымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым деп ұстаздарға қошеметпен қол соғып қойыңыздар. Аман жүрсін алдымызда әрқашанда. Рахмет етіп отыра беріңіздер. Біз бала күннен бірге өскен әдемі ән бар. Бірге ойнап, бірге өскен қуанышты қайғыны бірге көрген барлық түлектерімізге, достарымызға әрқашан аман болсын дейміз. Келіңіздер, ұстаздарымызды төрге жайғастырайық, жақсы тілектерін алайық. Ал енді мына бәріміз бала күннен бірге ойнап, бірге өскенбіз. Өмірдің ең алтындай қымбатты сәттері бірге өткізгенбіз. Сондықтан бала күнді еске салатын әрбір зат біз үшін қадірлі алтынға тең. Сондықтан қазір баршамыз біргелікте бала күннен бірге естіп, бірге ойнап, бірге тыңдап жүрген әдемі ән бар. Бұл да болса достардың құрметіне біздегіздер бірге қосылып айтамыз. Мархамат сіздердің құрметтеріңізге армандастар, құрдастар деген ән. Қошеметтер біргелікте айтайық ағайын. Мерекелеріңіз құтты болсын, құрметті тілекке.
қашанда осындай бірге ойнап бірге өскені, біз үшін алтындай қымбатты болғаны, достарымыз аман болсын. Қатарларыңыз кеңейсін, азаймасын. Көргендеріңіз жақсы күн тойлар болсын. Ұлдарыңыз өсіп, ержетіп, қыздарыңыз өсіп, бой жетіп, үйіңізде тек қана жақсы күн той болсын деп қол соғып қойыңыздар. Бүгінгі кешімізге жиналған алыс жақыннан келген қонақтарымыз Қазақстан Республикасынан арнайы бүгінгі 40 жылдық кездесуге атсалысып келіп жатқан азиз меймандарымыз. Қош келдіңіздер, ұстаздарымыз. Мінекей, елімізде осындай ұстаздарымыз бар. Ұстаздарымызды құрмет етіп, мына осы хан сарайдай ресторанға бастарында біріктіріп отырған барша 68 жылғы жігіт қыздарымызға, ағаларымызға, әпкелерімізге келген рахмет айтып қоямыз. Сіздердей жақсы инсандармен жолығып тұрғанымыздан өте қуаныштымыз. Жолыққан қандай жақсы деген әнді шай үстінде сіздердің құрметтеріңізге тартып өтейін. Көңілді отырыңыздар, ән тыңдап отырыңыздар. Қош келдіңіздер. Жолыққан қандай жақсы. Барша меймандарды құрметіне тартып өтейік. Көңілді отырыңыздар, мерекелеріңіз құтты болсын. Ай тамаша. Ұстаздарымыз аман болсын. 68-дер жасайыңыз. Жайдарлы жүздерменен, жылы сөздерменен, шақырып күліп тұрған, жайнаған көздерменен, жолықсақ қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, қандай жақсы. Күндіріп алтын арай, көккен гүлі, құлпырып шайқалмай ма, көктем гүлі, шырқаған ән шалқы көңіл, шаттан әлем, 68-дер қуанышқа жеткен күні. Мерекелеріңіз құтты болсын, жасай беріңіздер. Мұстафаға қош келдіңіз. Арнайы бізді осы кешке құрмет етіп, менің кішкене өнерімді құрмет етіп, осы кешке шақырған Мұстафаға үлкен рахмет, мың алғыс. Қазақстан Республикасында көптеген тойларда кездескенбіз ағамызбен. Рахмет Мұстафаға. Мерекелеріңіз құтты болсын. Енді бір ұзағынан болсын, 50 жылдықта, 60 жылдықта да отыра берейік осындай ұстаздармен бірге. Енді бір бауырлар туралы бір ән айтып берейін. Бауырлар туралы. Бауырлар туралы ән. Ұстаздар, аман болыңыздар, қош келдіңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Көңілді отырыңыздар. Бауырларымыз жасай берсіңдер. Ағам бар деп жайраңдаған, інім бар, ағам бар деп тайраңдаған, бір үйде бірге өскен бауырларды жік-жікке бөледі екен қайран заман. Адамдар өсіп тұрған бидай екен, бидайды күз келгенде жинайды екен. Бауырлар бір жатырға сыйған менен, астына бір шатырдың сыймайды екен, сыймайды екен, қинайды екен. Аман болыңыздар. Тағдырға кінәтпай бұлдан бөтен, бұл өмір адамдардың бағы екен. Бір үйде бірге туып, бірге тұрмау, бауырым бұл өмірдің заңы екен. Адамдар өсіп тұрған бидай екен, бидайды күз келгенде жинайды екен. Бауырлар бір жатырға сыйған менен, астына бір шатырдың сыймайды екен, сыймайды екен, қинайды екен. Бауырлар аман болсын, жасай беріңіздер. Әлемнің жатырын сыйлады сіздер. Опа!
Рахмет. Кел, өзіме береке құтты болсын. Бүгін 1968 туылған Әммеміз осындай ұшырасу нәсіп еткен. Бақытты болғайсыңдар, қатарларының алды болғайсыңдар. Елге келгенде шөбере сөйткен. Сұрағыңыздың тегдері қадалар қабыл болсын. Ал енді құрметті ағайындар, бүгінгі мерекелі кешіміздің құрметті қонағы көптеген шәкірттерді дайындаған Жасылбек Құлағатты ұстаз ағамыз Розыбай ағамыздың әлемдегі көмегіне қабыл Құрметті bizler үшін оқушыларсың. Hammaga bugungi 40 yillik bayramlarimiz bilan tabriklayman. Barchaga xo'jalikning boshlig'isi, qizlarimizdan boshlab, er-bolarimizdan boshlab uzog'imdan buyursin. 40 yillik to'g'risida 45-50 yilliklarni uchrashaverganmiz. Hayotlarimizda ishlaringizda muvaffaqiyat, siylaganingiz uchun ming rahmat. Рахмет, Розыбайға, алдымыз заман жүріп, шәкірттеріңіз көп болсын. Ал енді мына ұстаздарымыздың құрметіне ортамыз. Bir ağız çeyrek açıp edip devam etti. Жақсы мінеке, шәкірттер бәрін жақсылығына күтіп алып алсындар, рахмет айтамыз Алланың атынан. Құдай өмір берсін бәрімізге, бақытты болыңдар. Бала шағамыздың алдында hammayimiz енді артық сүйіп алсындар, небере сүйіп алсындар, барлығының өмірін берсін. Өмірлері ұзақ болсын, толыға қосып өздеріңізге де сұрыңдар. Мінеке 80-ге кеп қалдық. Tағы 80 жылдан кейін өсерде тағы отыра береді. Hammanızga өмір тілейміз, денсаулық тілейміз. Алланың өзі сақтасын. От бәлесінен, сау бәлесінен, жаманнан Алланың өзі сақтасын. Ал енді құрметтеріңіз үшін рахмет. Қайтамыз. Жақсы, сау болың. Енді қайтуымыздың себебі бар. Benim bir 2 yılım var etti. Tuayınca var. O ketme, kasımda ol diye vatandaş sonun için yükler kıstavının. Yaxşı, sağ olun. Rahmet артыға тілектеріңіз қабыл болсын. Құдай қаласа, сиырыңыздан аман сол туып алсын. Осы Құдай қаласа
40 жылға жиналған түлектер, құдай қаласа қараша іші бар, сол сиырдың үстінен. Аман сау босанбас, құдай қаласа. Тұрып тұрыңыз. Біз жаңа асықпай тұрып тұрыңыз артқа. Бір минут тұрып тұрыңыз енді 1 минут. Жаңа біз шақырып тос береміз, тілек береміз деп не қылып жатыр еді, пландап отыр еді. Бірден асығыс болып қонақтар, ана мұғалімдер шығып кетті. Бүгін 2 заказ бар ғой. Ана салда 78-дерді айтып қойып тезірек барайық, оларды да құттықтайды. Қош келдіңіз, 1-2 ауыз тілегіңіз. Hürmetli şehirlerimizde okuduğlarımızla öğrenci şeyler çağırana geldiler. Anlayınca rahmet. Ailenizde, hemenizde, hemenizde bereket olsun. Tapkalarınızın bereketini versin. Hemen şekilde yaxşı günlerde uçarış nasip ediyor. Anlayınca rahmet. Ұстаздар, 1 минут тоқтап тұрыңыздар. Сіздерді көріп, мына оқушыларыңыз қандай қуанып тұр бүгін. Дұрыс па? Қуанып тұрсыздар ғой. Дұрыс па, солай ма? Біз де қуанып тұрмыз. Endi Қазақстандағы оқушылар, ұстанбаңдар, асықпаңдар, 80 жылдан кейін Қазақстанға мен көшіп жатпын. Сол уақытта күтіп аласыңдар. Рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын артқаға. Алдымызда ұстаздар аман болсын, жасай беріңіздер. Рахмет, баршаңызға. Мархабат, және де ойын сауықтарымыз давам етеді сіздер үшін. Әндеріміз білмес. Рецепттерге давам етеді. Қазір әпкелеріміз жастар суретке түсіп, орындарымызға жайғасып алсақ, сонау бүгін көптен күткен қуанышты орын болса, мектеп табалдырығынан аттанғалы 40 жыл толық кездесіп отырғандарымыз бар. Сондықтан 40 жыл бойы көрмеген ең құрметті достар, әрқашан Алла қаласа бүгін 40 жылдықта кездесіп отырсақ, 50-60 70 жылда кездесіп бас қосып баршамызға несіп етсін дейміз. Ал енді келіңіздер осындай 40 жылдық мерекелік кештің төрінде әдемі жақсы тілектерін беруші алдымастан ең құрметті қонақтарымыз болған, ел асып, шекара асып, 2000 шақырым жерден бүгін осындай 40 жылдық мерекелік кештіге келіп отырған құтты қадам иелері, Қазақстан Республикасынан келген құрметті қонақтарымызды, достарымызды ортамызға шақырамыз. Келіңіздер, қазақстаншы қонақтар, жақсы тілектеріңізді беріңіздер, құттықтап қойыңыздар бүгінгі 40 жылдық мерекелік кештіге беріңіздер.
арасына келген қонақтарымыз, достарымыз, халық кеңесінің баршаңызды ортамызға шақырамыз. Бүгін осындай 40 жылдықта бас қосып отырсыздар. Көріссек, жолықсақ, жақсы күнде жолығу несіп етсін дейміз. Мына ел асып, шекарасын беріп отырсыздар. Тойға келген қадамдарыңыз тек қана тойға барсын, тойға шапсын деп дейміз. Перзенттеріңіздің жақсы күндерін көріп, достармен қатарларыңыз кеңейіп, тек қана жақсылықта, жақсы күнде тойда жолығу несіп етсін деп Қазақстан қонақтарға бір қошемет болсын ағайындар. Қол соғып қойыңыздар. Рахмет. Керемет жамал. Алла алақандарымыздың ыстық күнін тек қана тойларда естейік, жақсы күндерде естейік. Алла құтты қадам иелері, ел асып шекарасып келген Қазақстаннан келген қонақтарымызға да қош келіпсіздер, адамдарымызға гүл бітсін, адамдарымызға нұр жаусын дейміз. Бүгін көптен күткен 40 жылдық мереке баршаңызға құтты болсын. Осындай жақсы тілектерді өздеріңізбен бірге талқылайық. Амин. Рахмет Жамбыл. Жамбыл емес бұл. Не Жамбыл. Сенде жамбылсың ба? Екі жамбыл бар ма? Бізде бәрі жамбыл. Қанбес жамбыл бар ма? Рахмет. Құрметті, қымбатты, ең жақын, ең балалық кезде, балалық шақты бірге өскен, ойнаған, қоласып арасында ренжісіп қалған достарым, ең дүниедегі ең жақын достарым. Аман болайық, сау болайық. 40 жылдық мейрам тойлап жатырмыз, Алла қаласа 50 жылдық, 60 жылдықты да тойлай берейік. Бірінші сендерге тілейтінім денсаулық, дендерің сау болсын. Бала шағамыз аман болсын, өсіріп жатқан ұл қыздарымыз аман болсын, немере сүймедіңіз көрдіңіз, шөбере сүйейік, ұл үйлендірдік, қыз шығардық, қыз шығармағанда қыз шығарсын, ұл үйлендірген, үйлендірмегенде үйлендірсін, келін алсын. Осындай жақсы күндерді бөлісу нәсіп ете берсін. Дастарханымыз бұдан да кеңіне, ұзағына жайылсын. Сондай ашық дастарханның үстінде отыра бергенбіз. Алла тағалам соған денсаулық берейік. Барлықтарыңа құтты болсын 40 жылдық. Жақсы өтейік. Құрметті достар, құрдастар, міне бүгінгі 40 жылдық мерекелер құтты болсын. Бұдан кейін де 70 жыл, 80 жыл, 90 жылдар ұшырасып отыра берейік. Өсіп жатқан ұл қыздарының қызығын көріңдер, немере көріп, шөбере көріңдер. Біздер де келіп тұрайық, біздер 45 жылда шақырғандар барыңыздар. Алматыға шақырамыз, Құда қаласа, аман болса. Дендерің сау болсын, ауырмаңдар. Рахмет. Бақытты бол бала. Құрметті бастастар, бүгінгі 40 жылдық мерекеміз құтты болсын бәрімізге. Барлықтарыңызға денсаулық, бақыт тілеймін. Сіздерді осынша 30-40 жылдар көріп отырғанына мен өте қуаныштымын. Барлықтарыңыздың отбасыларына амандық, бақыт тілеймін. Өсіп отырған ұл қыздарыңыздың қызығын көріп, немерелеріңіздің шөбере сүйіп, өсіп, өніп, көбейе беріңіздер. Әрқашанда қатарыңыз азаймасын, осындай ауызбіршілікпен, осындай ат дастархан үстінде жақсы күндеріңізде бірге бас қосуды несіп ете берсін. Амин. Қаттырақ ұрын, қолың ауырмайды. Құрметті класстастарым, сыныптастарым, құрдастарым, бүгін міне Ақтеңнің қарым-жарлық 40 жылдық деген үлкен мерейтойымызды атқарып жатырмыз. Ол үшін өте қуаныштымыз сіздерді көргеннен. Міне күні төрт болып ең бірінші Бердақ Ағилаш күтіп алып жатыр. Үлкен мереке болды ол үйде 40 жылдықтан үлкен бастамасы болды. Сіздерге алғысым шексіз. Шын жүрекпен қабыл алып, жақсы күтіп алдыңыздар. Осы 40 жылдыққа атсалысып жүрген Ақсет, Бақтияр, бәріміз ғой, негізінде сол шырылдап жүгіріп осындай ортаға келіп жүрген класстастарыма рахмет айтамын. Бірінші байлық денсаулық дейді, дендеріңіз сау болсын. Жаңа айтып жатыр ғой, 50 жыл, 40 жыл, 30 жылды атап қой енді. 50 жыл болсын, 45 жыл болсын, 60 жыл болсын, басымыз аман болсын, бауырымыз бүтін болсын. Бәріміз жақсылықта кездескенбіз. Осы 40 жылдан аса көрмеген класстастарым бар екен, көріп қатты қуандым. Мен 5 жылма жасарып қалдық деп ойлаймын енді. Үйге барып та давам етіп, обсуждение болады енді қанша уақыт ойбай анау мынау деп. Тек қана жақсы жақтарымыз көп екен, жақсы қарсы алдық бір-бірімізді.
өкпеленіш жоқ екен, өкпеленіш жоқ екен, анау деген бір-бірімізді алтушы қарсы алып соған қуандым. Жастастар, аман болыңыздар, тек қана жақсылықта көріскейміз. Рахмет. Микрофонға түсеңіздің жігіттері, қыздары, құрдастар, жылықтарыңыз құтты болсын. Осындай дендеріңіз сау болып, аман-есен 50 жылдықта да 45 жылдықта да кездесе беріңіздер. Айтып жатқанда 45 жылдықта Қазақстанда күтеміз сіздерді. Алла бұйырса. 41. Айтышын тойында. 45 жылдықта Артушы күтеміз, барыңыздар, Айтышын тойында де. Айтуштың тойы келе жатыр, оған да барыңыз. Ал қойсаңдар шырақ боласыңдар. Жақсы ниетпен шақырып жатырмыз, барыңыздар, Алла қаласа сол жақта кездесейік. Әрқашан осылай ойнап күліп, денсаулықта, тойларда жақсы күнде бас қосып жүре беретін нәсіп болсын. Сол барлықтарыңызға көргенімнен қуаныштым. Қыздары, жігіттері, құрдастар, 40 жылдықтары құтты болсын. Жылдамыз не? Барлықтарына денсаулық тілеймін, дендеріңіз сау болсын. Өсіріп отырған ұлыңыздардың қызықтарын көріп, аман-есен жүре беріңдер. Бұл Құдай қаласа тойды бастаймыз деп қашан бастадық? Жаңа жылдың алдында бастадық қой. Біреуімізбен ұрыстық, біреуіне қырылыстық, біреуімізге ренжістік, Біреулер билетін тапсыр. біреулер одан кейін Құдайға шүкір жиналып, бір-бірімізбен құрметтесіп сыйласып отырмыз. Көп рахмет сізге. Мына екеуі барған мен ертең жейтін шығар алғанда барған екеуі барған. Дайындап тұрып, света етіп қосыламай білмеймін енді. Құрметті класстастарым, құрметті құрдастарым, сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Адамға бірінші уже денсаулық берсін. Денсаулықтан артық ешқандай байлық, ешқандай бриллиант жоқ екен. Ауырып қалып кішкене бір не табымыз ба жаңағы? Түсініп жатырмыз. Орнына келіп атты Құдайға шүкір. Тоба шүкір. Мінекей, мен өте қуаныштымын. Мінекей бүгін класстастарымның барлық почти 80-90% мінекей жиналып атты. Көзімізге жасамай алып жатырмыз. Сөйлейік десек сөзімізге жаңағы көңілдерге түсінесіздер ғой жаңағы неке батты жаңағы комок. Амандықта болайық, саушылықта болайық. Енді әрбір жүрген жеріміз байрам, қуаныш болсын. Мен сіздерді Қазақстанға келем десеңдер күтіп алуға қайыр уақыт дайынмын. Берді, Бақтияр, Алекеев, жалғыздық Құдайға жазса. Айтпау керек педі? Айтпайды. Класстастарым мен гауһарды көріп алыппын. 6 жылдан бері гауһарды. Seni izleyemezsin. Nasıl da? Sağlarsın. Aynı varlıklar. Koç bulurlar. Yaşlıklarda aslında koylarlar olmalı. Onlar var mı? Ahmet. Ege parti var. Böyle olsun. Gülbakar var mı? Gülbakar. Mesela бұл отырыс барлық біздер үшін өзіміз үшін бір-бірімізді сынамай тағы қайталап көңілді өткізейік. Бұл тойғана біздер үшін Құдай қаласа. Көңілді өткізейік. Түсін болмай. Көрсетіп қой. Енді тілек тілейтін болсақ, халықтың білек қыздырын. Жамбыл. Халықтың білек қыздырын. Жүздің бірі Валин.
күннің бірі әуелі может біздің ортамызда да әуелі бар шығар. Көре беріп, есте береміз, кете береміз, тілектеріміз қабыл болсын. Сіздердің де жұмыстарыңыз алға баса берсін. Өзбекстанымыз болсын, Қазақстанды бөліп жармайық. Алла тағалам халқымыз тыныш, уақытымыз қош болсын. Мінекей немере көріп жатырмыз, немере көргеннің мөлшері 90-100% немере көрген шығар енді. Шөбере шөпшекке жетті. Мен сөйлей беретсем, бірата кішкене тоқыватты, шығыватты. Қалған мақсаттың үйінде айтасың. Қалған мақсаттың айтармыз, Айзбан үйінде айтармыз, менің үйінде айтармыз. Бұлай шыға береді, шыға береді. Жаңа есіме шығып кетті, бір ұсыныс бар еді. Егер қарсы болмасаңдар, 40 жылдық, 50 жылдық деп жатырмыз ғой. Бұның бәрі жақсы әрине. 60 жасқа толған кезде Қазақстанға жиналып бір көңілді өтерсек 60 жасымызды. Қалай көресіңдер? 60 жас, енді 60 жасқа жеткендер бар, жетпегендер бар. Алла аманшылығымен жетірсін бәрімізді. Барлығымыз 60-қа толып, мына жерге 60 жас дегенді жазып алып, Қазақстанға барсаңдар көңілді өтерсек. Сондай бір ұсыныс бар. Алла тағалам сол күнге жетірсе. Қалай көресіңдер? Кластастар. Бола ма? Давай! Қазақстанға барған қымбат болсамыз, Тайландқа барайық, Қытайға барайық, қыдырайық. Мысалы ортаға бір 400-500 доллар болып тастасақ, не уақытта қыдырып келеміз ғой. Бұл жерде сөйлеспейміз. Билейміз. Сол үшін бар ғой, организация дейік, мен өзім организацияларым бар ғой. Осы бір жылда 2 жылдан кейін, Қытайға барайық. Қыдырып, мен елдерге баратын жанмын. Сені қасымда жүріп. Рахмет. Ағалардың тілектері қабыл болсын. Ал енді мына Бадалектен бірге өскен жаным жоралар дейсің жансың. жалпы бүгінгі 40 жылдық мерекені 40 жылдық кездесу кешті естен кетпестей әдемі көңілді кеш ретінде өткізуге біргелікте атсалысамыз. Жалпы мына кештің, ортаның, тойдың қызықты өтуі тек қана асабаға емес, мына қатысушыларға да байланысты. Сондықтан бәріміз әдемілеп атсалысайық, әдемілеп қатысайық. Ал енді қазір сіздерге тілеріміз өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Тілек бар? Қалай сұранып, тағжаманыздарым, құда қаласа екінші оғанымыз сайын тағжамыз. Мағыл ма? Бауырымыз сәбісті орайын, жүнің жұмыс еді. Екінші оғаны тағжамыз. Күрәпәңі кетті қаман. Рахмет. Ал қазір ортада ойын өтіреміз. Ойынның шарты бұлай. Музыка қойылады, Wings of музыкалар қойылады. Сол музыканың қайсы ән екенін тапсаңыздар, тек қана айтпаймыз, қол көтереміз, ортаға келеміз, сол әнді бір куплет орындап береміз. Мақұл ма, қаттасамыз ба біргелікте? Онда, мархабат, мына ән қайсы ән? Бірінші ән сіздерді құрметтеріңізге. Мархабат әнге, Қазақстан Республикасына келген әнге, билеп келеміз бұра. Арқасын қоздырып отырайық, шабыт берді. Әпке, есіміңіз? Рая әпке. Жоғарыдағы ән қайсы ән? Ұмытып қалды. Неге білесіз? Қандай тойда отырғаныңызды білесіз бе? Рахмет, қайтадан қойып жібереміз.
Aslana karayma yolumuzu sanayma solumuzu solumuzu sanayma balayma bakma balayma biz seni süyelim Rahmet, Raya әпкемізге бір қошемет болсын. Одан берген суатыңызға. Міне, әннің шарты осылай. Бұл репетиция, көріп отырсыздар, енді екінші ән. Мына ән қайсы ән? Тыңдаймыз, айтпаймыз, қол көтереміз, келеміз, бір күнді көреміз. Зайра Америка құтты болсын. Әнді ұмытып қалмадыңыз ба? Күміс құмалай дейді. Дұрыс па? Білмейміз дейсіз ба? Дұрыс. Қошеметтен қойыңыздар. Ал енді сол күміс құмалайды осы қойып тұрған әннің көбісі бізде бала күнде естіген әндер, бірге тыңдап, бірге естіп, бірге не деген отырыс баларға билер соларға. Ал енді Ақтайра айтып береміз сізге. Үкіметін айтып береміз. Қазақстан, Өзбекстан Республикасында еңбегі сіңген әнші Бақтияр ағамызға бір қошемет, күміс құмалай. Күміс құмалай, ай көзінен ашып жүрған ай. Күміс құмалай, отқа тұрған ай, айналай көзінен ашып жүрған ай. Рахмет, енді мына отырыстан сәні кіріп жатыр негізі. Ал құлақ салып тыңдаймыз. Үшінші ән сіздердің құрметтеріңізге. Қайсы ән? Әпке, Қазақстаннан келген әпке. Әнекей, биде! Қошеметі, әпкемізге бір қол соғып қойыңыздар. Қайдадан ана жақтан келіп, билеп беріп, билеп. Ренжіп деме? Әне маэстро әпкеміздің құрметіне билеп беріп жатырмыз. О, қошемет ағайындар, қол соғып тұрыңыздар. Есіміңіз? Ағилаш әпке. Рахмет. Алла күнімен сіздерге алғыс айтып жатыр, күтіп алды, қонақ қылды. Мына алғыстар басыңызға бақ болып қонсын. Сол перзенттеріңіздің қызықтарын көріңіздер. Алла қаласа Қазақстанға мына ағаларым айтып жатыр, шекарадан өлсе болды, өзін күтіп аламын деді. Сіз әркімде сыйлағаннан бұл солай ма? Әрине дастархандарыңыз тек қана тойларға жақсы күндерге жайылсын. Қайсы ән жаңағы? Шудың бойында, шудың бойында сені іздедім, сенің көздерің менің жүрегімде. Шудың бойында қазақ версиясы шықты. Ағилаш әпкемнің орындауында. Рахмет. Қошемет деп қойыңыздар. Құрметті орнымызға жайғасып аламыз. Бәрімді тұрмайды, сол бір күндір сәт. Сені іздедім, әр ойымда
ағаларымыз да қалыспай жатыр. Дегенмен қазір бір Бақтияр ағам шықты, иә? Қане енді ағаларымыздан актив болып бақылсайық. Марқама тағы бір ән сіздерді құрметтеріңізге. Мынау қайсы? Тыңдап, қол көтеріп, ортаға келіп айтып береміз. Қошемет болсын, Гүлнара. Айтып береміз ба? Жаным деп Гүлнара, күнде саған барам, сенде хабар жоқ қой. Салам, мен сен алдама, барам, сен барам. Рахмет, қошемет болсын, Бақтияр ағам. Салам, менен салам, мені сен алдама, барам, сен барам, сүйдім сені Гүлнара. Жаным Гүлнарам, күнде саған барам. Рахмет. Бақтияр актив. Бақтияр ағамға кеттен актив еді ғой. Тағы музыка жібереміз ба? Мына Қазақстаннан келген ағаларымызда. Марқамат, мына ән қайсы ән? Мына ән қайсы? Қайсы? Кім біледі? Ол көтерейік біледі. Осыған да шықсаңыз, хет-трик боласыз. Келin. О, Бақтияр аға, zamanında azat kuş, devrege düş. Bақтияр аға, қайсан? Золотой. Достарым менің золотойы, осында айтып берсеңіз, бүгінгі 40 жылдықтың хет-трик жеңімпазы боласыз. Марқамат. Достарым менің золотой. Бір тұрқында жадымай. Рахмет. Әнін білді, әнін тапты. Бірақ айтып бере алмайын деп тұр, соған енді осы шартта ашку алу үшін сізге бір сұрақ қойсақ болады ма? Сұрақ. Бір минутқа әпкелер. Бақтияр ағам қазіргі әнді тапса, бүгінгі 40 жылдық мерекелік кештің хет-трик жеңімпазы болады деп отырмыз. Әнді тапты, бірақ айтып бере алмады. Бір сұрақ қойсақ айтқанның орнына есепке аламыз. Оның үшін, әнді айта алмаған үшін бір сұрақ қойып. Мақұл ма? Мақұл дегендер бір қошеметтеп жіберіңіздер. Демек, Бақтияр ағама сұрақ. Бақтияр аға, суыққа ең шыдамды құс қайсы құс? Қарға дейді. Дұрыс па? Суыққа ең шыдамды құс. Қарға емес. Үш вариант айтады. Пингвин бар ма? Пингвин дейді, дұрыс па? Қате екен. Қате. Үшінші вариант. Қырқап ойнанып, үшінші соңғы вариант жауап берді. Бүркіт дейді. Дұрыс па? Пингвин емес, қарға емес, бүркіт те емес. Суыққа ең шыдамды құс бұл окорочка.
Жазық қысы баразан дейді жатады. Бақтияр ағамызға бір қошемет болсын. Қол соқпайыңыздар. Рахмет. Ал енді ордамызда бүгінгі қаржылық мерекелік кештің екінші асы келіп отыр. 1 минутқа бастарыңызға, құлақтарыңызға дем беріп, аста қарауыңызды сұраймыз. Астарыңыз дәмді болсын, көңілді отырыңыздар. Астан кейін тағы да мерекемізді жалғастырамыз. Балалардың немере шөберелерінің қызықтарын көріп, ата-әже болып жүргендерінде осындайды. Мына ауылымыздың қыз жігіттеріне рахмет біздер осындай құлағын сыйлап, ертең шығара салып ауылымызға сөйтіп отқандарына рахмет. Күнде кештерде шақырады қонаққа. Бүгін мақсат төрамыз келе барамыз. Рахмет я. Гүлстан айналма жүгірмесін жүгірмесін. Рахметті де жүгірмесін. Аяқынан шықпасын шеді. Рахмет. Әрине сіз үшін рет болсын. Әрине сіз үшін. Мұстафа. Кейін де жасауға. Жақылат. Амин. Айта берем, маған бер айтамын. Бұлардың айтайын деп тұрген сөзін мен айтамын. Бәрі өзің айтта қоймаса şimdi. Сөйлеп біледі ғой. Деген барды айтыпты. Сен айтыпсың. Мұстафа мен қызығып тұрып Şunu ben айтып қоймасын. Өзін намысты жақсы әркімнің өзінің дауысы қайсында сүйіне қандай айтамаз, сыныптастар ғой құр айта берің. Айман, жаман еттің ғой. Жаман еттің ғой. Жаман сен. Сол ғой ма? Айтқаным бар. Шал болу. Айтқаным сөз. Арзанып айт. Арзанымға бер. қосыламын мен документті. Өзім қошама. Мына қайраттық бәрімізге болсын. Әмінемен осында жақсы күн болсын. 60 жылдық, 70 жылдық, 80 жылдық қауышыласын мәселе бәрімізге. Ауызбіршілігіміз мол болсын. Әмінемен осында жақсы күн болсын. Ой, молодец. Алсақ, қойғана жақсы күнге қалайқансын. Ой, рахмет. Клара, давай. Yaxshi o'z sinfdoshlar, hammaga o'z 40 yillik qadam bo'lsin. So'q, hamma vaqt kulib o'ynab 45 yillik, 20 yillik, 25, 60 yilliklardan kulib o'ynab sog'-salomat ishlashni tilayveramiz. Amin. So'mishda aytamiz. Jamil aka. Balabay. Shumagul. O'zing balabay. Qasturdasan, ne bo'lsa qilishni. Mas'ul mendan deb. Bärimizde seviyamızda, den sağlığı.
Қуаныштарына тота берейік. Бәріне денсаулық тілеймін. Пайдаланın, мен келдім. Құрдастар, құттықтар болсын әмінен. Құдайымыз Hem Allah'a nasip olsun. Bol Kızlar aytdı, kızlar kapı boğu atır deyip post vermedi. Sen silahını var, gideceğim otursa. Kolun takayım böyle kelbas. Kimde diyorsun? Arvarına. Hey! Burası değil, bu Bu dünya benden, senden, hammadan o'tgan dunyo. Shuning uchun o'zimizda bo'lgan yaxshi qanday? Aytsan. Mustafa ağamız yedi bәріңіз тілек айтсаңыздар қалай деп алып қойыңыз. Mustafa Şanın var
Ал енді тағы да жалғастырамыз. Мына әпкелерімізден бір 3 әпке керек болады біздерге. Келіңіздер. Мен қатынасамын бүгінгі тырыштық мерекені көңілді көтеремін дейтін 3 әпкені ортамызға шақырамыз. Мархамат, келіңіздер. Бізге бір қошемет болсын. Қол соғып қойыңыздар. Ойынның шарты әрбір әпкемізге одноразовый стаканнан 5 дана стакан береміз. Сол стакандарды шарменен ілдіріп, бірінші столдан екінші столға көшіру керек. Шарменен. Ізінен ағаларымыздан 3 аға қатынасады. Қайсы команда мықты болит етіп отырамыз. Қошеметтеп, жақсылап, әдемілеп. Қазір стакандарды жайғастырамыз. Сіздің столыңыз бұлай, ға? Үшеу болып қалды, е? Значит, мына екеуден. 15 болу керек, 15-ін сатып кеттік та сен. Әрбір әпкемізге 5 данадан стакан, осы 2 стол сіздікі, сіз мына жерге, мына 2 стол сіздікі, ары 2 стол Рая әпкемізге. Ал енді туысына тұрып аласыздар. Қыздар командасы. Қыздарды болит етеміз, жігіттер командасы кейінгі играда жігіттерді болит етеміз. Кімнің қошеметі мықтырақ, кім шәрті жақсырақ орындайды. Бүгінгі тырыштық мерекенің мықты актив қатынасушылары қыздар и жігіттер біргелікте анықтап аламыз. 3 әпкемізге 3 шар беріледі. Рахмат. Сары дейді. Ал стакандарды түсіріп алмаймыз, шарды жарып алмаймыз. Стаканның ішіне шарды жіберіп, үрлеп, стаканды қысып алып, мына жаққа жіберіп, шарды сайдырып, стаканды қоямыз. 5-еуді өлтіруіміз керек. Келістік па? Мақұл. Ал енді, сіздерден қошемет болады. Кешті әдемі өлтіру үшін біргелікті актив қатынасайық. Маэстро, келдік қанекей, шартты орындаймыз. Ұстамаймыз стакан. Жерге түспеткенді алмаймыз. Әпке есіңіз кімеді? Тұрсынгүл әпке. Сіздікі? Ағилаш әпке, Рая әпке үшеуі. Қазір Рая әпке 5 стаканнан 1-еуін түсірді, 4-еуі өтірді. Ағилаш әпкеміз 5-еуінен 2-еуін түсіріп, 3-еуін өтірді. Сіз? Тұрсынгүл әпке 5-еуінен 5-еуін өтірді. Жалпы Тұрсынгүл әпкемізге әдемі бір қошемет болсын. Бәріңізге рахмет жалпына, неге қатынасып ойынымызға көңілді нәғып отырғандар үшін. Ал енді орындарыңызға отыра беріңіздер. Енді
жігіттер командасынан 3 жігіт керек болады біздерге. Сол жігіттер шетке алып шығып жүрсеңіздер. Маэстро жігіттер. Екі қатысушы. Келin. Жарик. Жоқ, ажымен емес. Шарт болмайды. Баклашының ажағына тұрып аласыздар. Мына жағына. Келin. Ал ойынның шарты осы баклашында лайк бас бармағымызды қоямыз. Бірақ тезірек орындаймыз. 5 мәрте айналамыз. Жүгіріп барып, баклашын қақпағын шертіп түсіруіміз керек. Баклашын құламау керек. Түсінікті ма? Қыздар командасы мықты орындады. Енді жігіттер командасынан қошеметпен бірінші бастап беретін Қазақстан Республикасынан келген ағаларымыз бас бармақты қоямыз, бармақ алынбау керек. Баклашын құламау керек. 5 мәрте айналамыз. Баклашын қақпағын шертіп түсіреміз. Баклашын құламау керек. Призге бір ән сіздер көрмедіңіз керек. Жарайды. Қошемете тұрсаңыздар, ағаларымыздың орындауында. Тезірек. Бір, екі, тезірек айналамыз. 3, 4, көкем шекараға жете алмайды. Рахмет. Отырыңыз. Сіздер дайынсыздар ма? Рахмет. Келin. Түсіндіңіз бе шартты? Мына жағында тұрып. Мен 5 рет айналғаныңызды санап тұрамын. 5 дегеннен кейін барып, шертіп ұшырас табылады. Қане, кеттік. 1, 2, 3, 4. Немесе бәрі шығып алғанда бүгін деп Рахмет. Ал енді үшінші. Жоқ. Тек шертіп ұшырасыз. Баклаш құламау керек. Сіздің есіміңіз кім еді? Берді. Шартты түсіндіңіз, 5 мәрте. Мен 5 дегеннен кейін барып айналдырамыз. Баклаш қақпағын шығармыз. Кеттік, маэстро. Оны бұлай алып тастамаңыз. Рахмет. Жалпы мына ойын ұнап жатыр ма? ішпеміз десек, бұл ішпеген ба? Өзі бұл ойында анық шертіп шығаратын болса, ішпеген адамдар шығады. Рахмет, ағалар аман болыңыздар. Әпкелеріміз аман болсын. Жалпы бүгінгі кеште кім актив, кім мықты қатынасып жатыр? Қыздар командасы ма, еркектер командасы ма, сіздердің қошеметтеріңізге анықтаймыз. Бүгінгі қаржылық мерекелік кеште актив қатынасып жатқан қыздар командасы деген қошемет. Қыздар емес, бүгінгі қаржылық мерекелік кешке жігіттер актив қатынасып жатыр деген қошемет қайда? Рахмет, жалпы жігіттер де қыздар да теңдей атсалысып, теңдей қатынасып жатыр. Баршаңызға рахмет. Мына
57 жасқа кірдік деп отырсыздар, негізі 57 емес, мен сіздерге 30 жас беріп отырмын. Кеуелдеріңіз жасарып қалсын. Аман болыңыздар. Баяғыда осындай сіздер секілді бір ағамыз, сварщик қой кәсібі, сварщик бір ағамыз осындай достарымен бір кездесуге бара жатырған. Сөйтіп ағам ішкеннен кейін тіл айланбай сөйлей алмайтын ұқсайды. Жеңшем одан ұялып қала беретін ұқсайды. Соң жеңшем айтқан екен, бүгін кездесуге барған кезде ішпе, ішсең тілек айтпа. Дым егер достарың айтпа, айт деп қоймай жатырса, айтылған тілектерге қосыламыз деп айта сал деген ғой. Барған достарын көрген 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл дегенде 40 жылда бір көріскеннен кейін 50 грамм алуға болмайды, болады ма енді? 50 алады. Сөйтіп микрофонды тамағынан жылып алып тілек айтатын кезде не дерін білмей қалып, ал ассалаумағалейкум деп ар жағын ұмытып қалған ғой. Не дерін білмей қалған сварщик ағам маған дейін айтылған тілектермен менен кейін айтылатын тілектерді қосып сварғылеймін деген екен. Сол дегендей мына сіздер осы 40 жылдықты бастағалы бері айтып жатқан тілектеріңізбен қазіргі тілектеріңіз, бұдан кейінгі тілектеріңізді қосып сварғылейміз. Бәрі қабыл болсын, Алланың құлағына шағынсын. Алла қаласа баршаңызды жаңа жоғарыда ағам айтты, 60 жаста кездесейік деп жатыр. 60 жаста кездесу несіп етсін, 60 жаста кездесе алмай қалсақ, 63 пайғамбар жасында кездесу несіп етсін деп бір қол соғып қойсаңыздар болады. Алдымызда аман болып, өсіріп жатқан перзенттердің қызықтарын көріп жүре беріңіздер. Жүздеріңізде күлкі кетпесін. Ең мықты байлық бриллиант деп жатыр ағалар. Әртүрлі белгілерін тәріп беріп айтып жатыр. Сол ең қымбатты денсаулықтарыңыз әрқашан мықты болсын. Міне осындай жақсы күндерде барып келіп жүре беріңіздер. Осындай тілекті жалғастыру үшін барлық ағаларымызды, тілек айтпаған ағаларымызды ортаға шақырайық. Өзіңіз айтпаған бет бар. Бақтияр, айта берсе енді мен қалып. Тұр. Несі бар екен? Жақсылықтың несі жоқ қой. Тұр, Бақтияр кел. Мақсұт, тұр. Балдардың барлығы тұр. Жігіттердің барлығы. Файзула кел, Гердап кел. Жігіттердің барлығы. Жоқ, мен айтайын деп тұрған бар ғой? Жоқ, мен бұл айтайын деп тұрған. Келесі кездесуде жігіттер ұйымдастырайық. Қыздарға ешқандай ауырлық білмейді. Қалай ойлайсыз? Мақұлман? Сөз, уәде. Келесі кездесуде тек қана жігіттер ұйымдастырайық. Қалмай. Бай рахмет. Көңілді өтіп жатқан кешіміз бәріне де құтты бола берсін Құдай. Тәттілікті айтылды ғой. 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл, 80 жыл. 80 жыл. Бәріне денсаулық, жұбайларымен бақытты болу, осындай жақсы күндерде отыру, бәріңізге де несіп етсін. Құдай денсаулықтарыңды беріп, ойнап күлкілер беріңдер. Кәйкеттерің ешқашан түспесін. Айтқан. Рахмет. Файзула кел. Рахмет. Құрметті кластастар, жоралар, барлығын айтқан тілектерін қосыламын. Құдайым осындай ашық дастарханда отырып, Қазақстанда отырып, ертең арқасында 60 жылдық деп, сонан бәрін бірге ауызбіршілікте ұйымдастырып осындай отыра берейік. Барлығына осы 40 жылдық мерекеңіз құтты болсын. Білеміз басқа. Сварбет тастаймыз. Ұстамақ? Болады, рахмет. Барлығына сау болыңдар, шаңырақтарына амандық, денсаулық. Сауық болсын, саламаттық болсын, денсаулық арқасында ойнап күліп жатып біз әмеміз. Барлығына аманшылық, семьяларға бақыт, 40 жыл деп жатыр.
45 жыл болсын, 50 жыл болсын, Құдай сол күнге жетерге. Бәріміз бауыр бұлды. Қазақстаннан келген достарымыз, кластас қыздарымыз барлығына жұмыстарын аман. Құдай жақсы күнде отырмақ нәсіп ете берсін. Құрметті кластастар, өміріңізге келгендеріңіз үшін рахмет. Шапалықтың жылдық 70 жылдық 80 жылдық 90 жылдық 100 жылдық әмімізге нәсіп етсін. Әмімізге жақсы тойлар болсын, таза бір сөйіміз бұзылмасын, компаниямыз кемеймесін, көбейсін да, шыннан кемеймесін. Ендігіде шегеттер үшін бойымыз алатын болдық, бәйде қыздарам аман баратын болсын, құт Өзбекстандар болсын, құт Қазақстандар болсын, барғайын болсын. Мақұл дегенде шапақ салсын. Bolanıktan bölge ösken, canım cöreler. Neyse varlacaktır. Hürmetli klastastlar, kızlar, jigitler, balalar. Mine bugün sonuncu bir жылдан beri armandап айтатын едік, міне сол ниетімізге Құдай қаласа мен өз жетіп отырмыз. 40 жылдық. Қанша енді болды ғой? Болады ғой ондай. Құдай міне қартаймаңдар, жасаңдар. Құдайым семьяларыңызға әммеңге той болсын, той думан, сол жақсы күндер жасайық Құдайым. Сол келіп жатқан Қазақстаннан достарымызға рахмет. Ауылда бізді шекmiş. Енді келіп сонда жерге келіпсіздер міне. Әр ауылдағы балаларға міне әммеңізге рахмет. Осындай бас-басып амандықта ұшырасып міне несіп отырып. Осындай 50 жылдық деп алдыңыз, 60 жылдық. Соған жетіре берсін бағымызды басаман болып күтін. Сондай енді достарым мен Золотой деген соғын ойнасақ, қайты жағын? Қажылық мерекелерді құтты болсын әміне. Жақсы күндерді той мерекелерді жүрсе берейік. Жоқтан кейін қонақтардың құрамынан бізде тойға барайық. Бұл 40 жылдық болса 50-60 жылдармен бірге аман-сау жүрсе берейік барлығы. Oldu mu? Oldu. Ағайlaş қыздар біле, 40 жылдық байрамдарыңыз құтты болсын. Осындай дастарханымыз бар уақыттар жақсы күндерге жайыла берсін. Мен жігіттерім бәрі айтып отырсын, 100 жылдыққа дейін шақсы бәрімізге нәсіп етсін. Жақсы күндеріміз көп болсын, қыздарымыздың, алтын шауықтарымыздың қызықтарын көрейік. Bu yerде ансамбльдік жігіттерге де рахмет, тойхананың қызметіне рахмет, балаларға да рахмет. Осы жерде бәрі уақыттар тойлар боласа берсін, дастархандарым жақсы күндерге жайыла берсін. Қыздардан ағилашып кетсең, өзің тілеңді айтсайшы, енді сонша Айтмаған қыздар да айтамаған Гаухар бар, Гаухар бар. Әдені береді. Соның ойыннан кейін. Қыздарға әділі берек. сендер отырыңдар енді. Отырайық. Қыздарды бар қазір айырып жатпайды, бәрі дұршақып берсін. Мына, жарайды. Мына адамзаттың басында жақсы күн той көп, солай ма? Қыздар шыққыдар олар. Осындай бір... Қыздар барлығы шыққына. Қыздар барлығы шыққына. Келіңіздер, әпкелеріміздің барлығын шақырайық ортамызға. Тілек айтпаған, тілек айтқан, бәріңіз келіңіздер, бір қатарда тұрып жақсы тілектерді айтыңыздар. Себебі бүгінгі күн өзінен болған жоқ. Бір жыл ақылдастық, кеңестік, жайы дұрыс кезде жағдай дұрыс кетпей қалған сәттер болып қалды. Бүгінгі 40 жылдық мерекені көргендер де, көрмегендер де арманда. Көргендер бізде де осындай 40 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық жасасақ деп армандап отқан болса, көре алмай, келе алмай қалғандар бүгінгі кешке қатынаса алмай қалғанынан армандап отыр. Сондықтан сіздерде арман жоқ, сонау ел асып, шекара асып келдіңіздер, ауызбіршілікпен бір жағадан бас, бір жерден қол шығарып, татулықпен осындай әдемі ақ дастарханды ортаға жайып, бүгін 40 жылдық мерекені тойлап жатырсыздар. Алтыбастан сіздер мына ағаларымыздың қатарында әпкелерімізге де бүгінгі 40 жылдық мереке құтты болсын дейміз. Осы 40 жылдыққа ұстаздарымызды еске алып, әдемі тілектеріңізді беріп өзіңізден. Рахмет. Рахмет. Қымбатты, қадірлі
менің класстастарым, бала күнгі достарым, сендердің бәріңді жақсы көремін. Міне бүгін басымыз аман, бауырымыз бүтін болып, 40 жылдықта бас қосып отырғанымыздан қуаныштымын, төбем көкке жетті. Осы 40 жылдықты ұйымдастырудың өзі болмады. Группа аштық, қыздарды отдельно группа аштық, қандай көйлек киеміз, қандай туфли киеміз деп жігіттерден жасырын секретный группа ашып қойдық. Міне бүгін Аллаға шүкір, бүгінгі күнге аман есен жетіп, әдемі той тойлап отырмыз. Тойларыңыз құтты болсын бәріңізге. Міне бүгін 40 жылдықты тойласақ, ендігіде 45, 50, 60 жылды, 70 жылды тойлауда бәрімізге нәсіп етсін. Отырған орындарын жоғалмасын, ауырмаңдар, сырқамаңдар, отбасыларыңыз аман болсын. Немере сүйіп, ата болып жатсаңдар, шөбере сүйіп, ата әже болғайсыздар. Ендігіде бір-біріміздің тек қана группамызда қуанышты күндермен бөлісіп, менде мынандай жаңалықтар болды, біздің үйге тойға келіңіздер деген жақсы тілектер айтуды нәсіп етсін бәрімізге. Келген Қазақтан келген класстастардың қадамдарыңа гүл бітсін. Сіздердің келгендеріңізге өте қуаныштымыз. Осындай қуанышты күнге бірге бөлісейік деп ат салып, сонау Қазақтан келудің өзі болмайды, жолдың азабы бар, отбасының жағдайы бар, бәрін ысырып бір сөмкеге салып қойып, өздеріңіз ал кеттік деп бастап келдіңіздер. Сіздерге үлкен рахмет, тағзым етемін. Барлық класстастарымның атымнан, өзімнің атымнан, дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын. Қазақстан мен Өзбекстанның арасын тек тойда ғана тойлап, барып келіп жүре берейік осылай. Бәрімізге осы 40 жыл құтты болсын. Ұстазға кеткен болсам, ұстазлардың адына бір шер айтамын. Mehir nuri yağar daim közüngizden ustazlar. Yürsem deyman bu tabarruk özingizden ustazlar. Chin insonning kitobiga vaqt-u hikmat bitibsiz, bilim oldim odob bilan o'zingizdan ustozlar. Hurmatli sinfdoshlar, ustozlar, bugun 40 yilda endi uchrashib turibmiz. Birovlarni ko'rdik, birovlarni ko'rmadik, 40 yilda uchrashib turibmiz. Men hozir nima deyishimdan bilmayman, cheksiz yuragimdan chiqib turganlarni hech tasavvur eta olmayman. Gap bo'lmaydi. Onda sizlarni ko'rib quvonib turibman. Xudoyim hammangizning oilangizga tinchlik, totuvlik tilayman. Bolalaringizda kamolni ko'rib yashashni istayman. Xudoyim mediklar tili bilan aytganda navaqaydek tiniq, glyukozadek hayot kechirishlaringizni tilayman. Xudoyim umrlaringiz uzoq, rizqlaringiz ziyod bo'lib, hamma o'qishimda 60-70 yillik yubileylardan uchrashib o'tirishni Allohim nasib etsin bizlarga, hammamizga. Xudoyim to'ylarimizda ko'rishimiz. Men birinchi qatorda Qurollaymen o'tirатын edim Serikbayeva, Gavhar ikkinchi qatorda shashini ikki yoqqa o'rib o'tirатын. Foyzla bor vaqt kelib Gavharning shashidan pardaga baylab сөйтіп жүретін. Iya, so'ni esga hozir Foyzla qaragan sayin Gavharga сол mektabdagi кездер esga tushdi, eslarimga bärimizga. Shashim qizinadi vaqtida. Mektab кезінде qanday qiziqli кездер bo'lgan, bärin esga alaylik. Hozir bir Qaydasınlar dostlarım әнін шырқайық, мына қыздар достарын айтып болған соң, жарай ма? Жақсы тілектер айтылды, осы тілектер қабыл болсын. Сол әңгімемізге осы 40 жылдық құтты болсын. Сол әңгіме уақытсы жақсы күндерде ұшыраспаймыз. Oldu mu? Қазақстанның достарымызға Құдайым аяқларына гүл бітсін. Құдайым біздер Қазақстанға барышты Аллахым мездар етсін Құдайым. Рахмет, апа. Атыңыз кім еді? Шақырамыз. Гауһар апа, рахмет. Әдемі тілек айтып жатыр. Қарап тұрсам, өзі арып болғанмен сөздері ірейді. Әдемі тілек айтып жатыр оның үстіне. Кеңдеріңіз қабыл болсын. Басқа әпкелер хабарма тілек айтпаған? Шықса. Мереке таусылғасын тамада тілек бермеді деп ренжіш болмасын деп жатқан. Кең Райапке, сіз 2 рет, 3 рет тілек айтуға лайықсыздар. Себебі, сонау алыстан қатынасып отырсыздар. Қазақстан шықпалақтарға қандай білмеймін, жалпы біздің ауылдан Қазақстанда баруған сәт емес. Жай жағдай, үйдің бала шағаның жағдайы, кішкене немерені тастап кетуді қимайды көбісі. Бәрі дұрыс келген кезде жағдайды ойлап қаламыз. Сондықтан сол өзіңізде қарап тұрып айтып жатырмын. 1000 алғыс бас иеміз сіздерге осы
достардың құрметі осының бәрі келіп отыр, тілектерін беріп отыр, қуанышты бірге бөлісіп жатыр. Қуаныш күндеріңіз көп болсын дейміз. Осындай тілектерді Қазақстан Республикасынан арнайы аттердетіп берген Рая Премия. Рахмет. Осындай дүбірлі тойымызға өздеріңіз бәріңіз алтындай уақыттарыңызды бөліп, бүкіл жаңа тірліктеріңізді қойып осы тойға келіп отырсыздар. Барлықтарыңызға алғысым шексіз. Және осы келгеннен бері ат көңілдерін ашып, ақ дастархандарды жайып күтіп жатқан осы достарымызға, құрдастарымызға мың алғыс айтамын. Рахмет, қызметтеріңіз алладан қайтсын. Және де осында келмей қалған достарымызға, олардың да тоже біз келмесе де оларға да амандық тілейміз, әрқашан аман болсын, сау жүрсін. Осы рет бермаған болса келесі 45 жылдық, 50 жылдықта енді қосылып жатыр. Енді әркімнің жаңағы отбасының жағдайы әртүрлі, анау-мынау деп айтуға біздің неміз жоқ. Сіздердің барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Әрқашан ойнап күліп жүре беріңіздер. Қатарымыз азаймасын. Ақ дастарханда, ақ көңілмен әрқашан кездесуді жақсы күндерде несіп ете берсін деймін. Барлықтарыңызға мың алғыс, рахмет. Сіздерді көргендеріне қуаныштымын өте. Рахмет әпке, тілектеріңізге, Алланың нұры жаусын, тілектеріңіз өзіңізге еселеп айтсын. Мархамат. Мектеп классташылар. Міне бүгін 40 жылдық, онда 40 жылдық дайым құтты болсын. Дайым 50, 60, 70, 80, 90, 100 жылдарға дайым өзі нәсібесін отырмақ. Hem şimdi yaxşı gün olsun, hem menizin uyunda Kudayım densallık versin bärinize. Hem şimdi sağlık olsun, uçuraşıp durmayız hem Kudayım. Aktıklarınızı, nevreleriniz, Kudayım kızıklarını görüp oturmaysızlar Kudayım. Densallık versin şunun için. Bugün klassasızlar, kodaslar, jigitler, bugün осы 40 жылдық тойлар құтты болсын. Барлығы ауызбіршілікте жиналып отыру нәсіп етсін. Барлығыңыздың шаңырағыңызға денсаулық тілеймін. 45 жылдық, 50 жылдық отыру нәсіп етсін. Қазақстанша келген қыздарымызға, класстастар, достарымызға қадамдарынан нұр жаусын. Аман сау барсын. Барлығы ауызбіршілікте отыру нәсіп етсін. Рахмет, бір қошемет болсын әпкелерімізге. Рахмет, бір минут отырып тұрсаңыздар, қазір ән болады сіздердің құрметтеріңізге. Мына жалпы адамзаттың басында той көп. Үйленеміз, келін той жасаймыз. Келін той жасағаннан кейін артынан құдаларымызды шақырамыз, құдалық деп жүгіреміз, құдалық той жасаймыз. Жалпы дүниеге келгеннен кейін бәріміздің ниетіміз жақсы, ойларымыз бұл той жасау, дұрыс па? Баяғыда осындай сіздер секілді бір ағаларымыз балдары ерте қолына іліп, немересі ержетіп, үйленіп, келінін алып той жасап, құдалары құдалық той жасап, құдалық тойға бара жатырса, енді баласы басы құда ғой, өзі де жас, әкесі мен баласы бірге құда болып бара жатқан тойға. Сонда баласы көбірек ішетін болса, әкесі айтады дейді, ай балам дұр болмаса бүгін бір күн шыдап тұр, машинаға салып қой, шыққаннан кейін ішесің, ана құдалардың қасында ішпе деген ғой. Сөйтіп барғаннан кейін құдалар қойып жатыр ма, мауызда құдаға құй, мауызда құдаға құй, қасында әкесі отыр дейді. Әкесі де жалтақ қарап қояды дейді жаңа баласы. Сөйтіп мен ішпеймін, өмір ішпеймін деген ғой енді. Сіз ішпейтін адам түріне ұқсамайды ғой түріңіз десе, жаңа баласы айтады дейді әкесіне. Ай папа, бұлар біліп қойды ғой, енді іше берсек болмай ма деп. Сол демекші, мына әпкелерімізге де, ағаларымызға да ішуге болады бүгін рұқсат. Себебі бүгінгі күн 40 жылда бір рет келіп отыр. Сондықтан Қаратаудан алыңыздар, коладан, фандадан, шайдан, тамақтан, жалпы бүгінгі кешті әдеп өтірсеңіздер, соның өзі біз үшін жеткілікті. Бүгінгі кеш сіздерге ұнап жатса қуанамыз. Қане енді достардың құрметіне қыздарды шақырайық, жігіттеріміз, ағаларымызды шақырайық. Достарымыздың құрметіне достар деген әдемі ән бар. Келің, Ағилаш әпкемнің басшылығында. Келің әпке. Қасымызда дуэт, трио әкелеміз, квартет.
1906 Армандастар, құрдастар. Рахмет, тамаша. Керемет жолдап жатты, әпкелеріміз молодец. Дауыстарыңыз талмасын, мереке құтты болсын. Енді домбырамен да серуендеп, Рахым ағамыздың басшылығында ұстазымыз үлкен, қазіргі таңда әдемі музыкалар жаратып жүрген ағамыз, ұстазымыз Рахмет ағамызбен бірге. Жамбыл келіздер бір әдемілеп, біргелікте ескі әндерден жастық шақты естеп бір әдем әндерден айтып, көңіл көтеріп отырайық. Мереке құтты болсын деп. Барлық өлең айтылсын, ана жаным жастық шағын еске алсын, басқа тойды тойламасын, тойламай, 68-лердің 40 жылдығы тойланысын. Ана жаным жастық шағын еске алсын, басқа тойды
достарымыздың құрметіне армандастар құрдастарды бірге айтайық. Мархамат, 68 елдің құрметіне мереке құтты болсын ағайындар. Biz de vurduk böyle
қалған майда шүйнеле ештеңе де етпейді бұйырған бақ кетпейді егер қайғы шекпейді жетпейтін қу дүние ешкімге де шекпейді иманыңа берік бол алла бәрін реттейді қалған майда шүйнеле ештеңе де етпейді бақ қосылып бағыңа шуақ сыйлар жаныңа сабыр етіп жолыңа
25 қайтып келмейді тирек мына көңіл термейді 18 пен 25 қайтып келмейді ей жастар жалындаған сол бір кез сағындырды дейсің бе 18 пен 25 қайтып келер дейсің бе әрбір жігіт әнге салған осы бір әнді есте қал